Сәлем достар, бүгін сіздермен үйде артылып қалған шелпекпен ерекше тамақ дайындаймыз. Оған бірінші картошка мен пиязымызды жақсылап қуырып аламыз, артынан помидорымызды салып қуырамыз. Томатымызды, тұзымызды салып, жақсылап бәрін араластырып қуырып аламыз. Қуырып болған соң үстіне суды құямыз. Оны қайнатып қоямыз. Міне қазанымыз қайнап жатыр. Картошка піскенше оны қайнатамыз. Енді шелпегімізді турап аламыз. Шелпекті турап болған соң пиязды тұздыққа дайындаймыз. Тұздығымызды жасау үшін сорпаны 2-3 рет пияздың үстіне құйып дайындаймыз. Міне тұздығымыз дайын болды. Енді артынан біз шелпегімізді қайнап жатқан қазанға саламыз. Шелпекті 2 минут қайнатып аламыз сорпаға. Енді міне дайын болды. Сәндеу үшін үстіне тұздығымызды саламыз. Укроп салып, оны сәндейміз. Егер ұнаса, айран немесе қаймақ қосып жеуге де болады. Егер видео сіздерге ұнаса, лайк басып, подписаться етіп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.